Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. 8 сынып қазақ тілі. Ұзақ мерзімді жоспар бойынша Қазақстандағы туризм және экотуризм бөліміндегі туризм ел дамуының кепілі тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстырып, өз ойымызды дәлелдеп жазамыз. Және тапсырмалар орындау барысында сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерді біліп қолданатын боламыз. Ал балалар, ой қозғау айдарындағы мына сұрақтарға назар аударайық. Туризм ел әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін саласы деген пікірді қалай түсінесіңдер? Туризмді дамыту ұзақ мерзімді экономикалық тиімді болашақ деген пікірмен келісесіздер ме? Қалай ойлайсыздар? Шетелдік туристерді елімізге тарту барлық жағынан тиімді ме? Осы сұрақтар бойынша тереңірек білу үшін бейнежазбаға назар аударайық. Қазақстанда туризм саласын 2020 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы жасалған болатын. Осыған сәйкес елімізде 5 кластер құрылады. Олар Астана, Алматы, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан. Шығыс Қазақстан экологиялық туризмді дамыту орталығы Алматы тау туризмі, ал Оңтүстік Қазақстан аумағы мәдени туризм орталығы ретінде қарастырылуда. Батыс Қазақстан мәдениет пен жаға жайдағы демалыс орнына айналмақ. Астана кластері елорданы, Ақмола облысын және іргелес облыстардың бөлігін біріктіреді. Астананың маңайы және Бурабай курорттық аймағы көшпенділер мәдениеті және даланың алуан түрлілігі бренді бойынша таныстырылады. Вопрос формирования турпродуктов до сих пор остается очень важным для нашего рынка. Туристік өнімді қалыптастыру мәселесі біздің нарық үшін әлі де өзекті болып отыр. Заманауи тенденциялар мен маркетинг ескеріліп жасалған және сапалы жарнамаланған саяхат турларына қатысты бірқатар сауалдар туындауда. Дегенмен, мұның табысты болуы туризм саласын кластерлік дамытумен байланысты екенін атап өткім келеді. Өйткені біздің кең байтақ даламыз өзіндік бірегейлігімен ерекшеленетін 4 аймағымыз бар. Страна огромная, есть 14 регионов, и в каждом регионе есть свои абсолютно уникальные туристские возможности. Сонымен қатар 6 туристік өнім жасау жоспарланып отыр. Олар іскерлік туризм, мәдени туризм, белсенді демалыс турнесі, тау мен өзендердегі демалыс, жағажай туризмі және қысқа мерзімді демалыс. Если исходить из, так сказать, возможностей, которые нам... Егер мүмкіндіктерімізді қарастырар болсақ, бізге табиғат барынша сый жасаған. Осы орайда қызғалдақтар мерекесі, қымыз фестивалі, бауырсақ фестивалі, алма фестивалі туралы айтуға болады. Бұл біздің байлығымыз. Бір ғана Жамбыл облысының өзінде қызғалдақтың 17 түрі өсетінін ескерсек, мұның өзі таң қалдырарлық дүние емес пе? Дамудың жүйелі жоспарларының негізгі мақсаты қоршаған ортаға минималды әсер етіп, туристер ағымын барынша көбейту. Сонымен қатар, қазіргі туристік инфрақұрылымды қызмет түрлерінің сапасын арттыру арқылы жетілдіру. Бұл өзінің нәтижесін бүгіннің өзінде беріп отыр. Республикамызға келетін қонақтардың саны жылдан жылға артуда. Осы орайда сарапшылар бұл көрсеткіштің жақын арада өсетініне кәміл сенеді. Жақсы балалар, бейнежазбадағы ақпараттарды есімізге сақтап, бірінші тапсырманы орындаймыз. Туризмді дамытудың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы өз ойларыңды дәлелдеп эссе жазамыз. Жарайсыңдар балалар, сендерді тапсырманы дұрыс орындады деп сенім артамын. Ендеше балалар, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бейнежазбадан алған ақпарат бойынша сөйлемнің соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерге сөйлемдер жазыңыздар. Кестеге қарай жұмыс жасаймыз балалар. Сіздерді тапсырманы дұрыс орындайсыздар деген ойдамын. Ал кестедегі дұрыс жауапқа назар аударайық.
Балалар, тапсырмаларыңызды дұрыстап тексеріп алыңыздар. Сабағымызды қорытындылай келе, туризм саласы Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі. Туризм саласының жылдан жылға маңызы артып, халықаралық байланыста және валюталық түсім көзі ретінде көп мемлекеттер аталмыш салаға баса назар аударуда. Міне сондықтан Қазақстан туризм саласын дамытуға ерекше назар аударып, еліміздің туристік әлеуметін қуаттандыру үшін нақты шараларды жүзеге асыруға тырысуда. Сондықтан да өсіп келе жатқан жас ұрпаққа терең біліммен бірге өзінің ата қонысының табиғатын, өзен көлін, тауы мен сахарасын танып білуде туризмнің атқарар рөлі ерекше екенін біле жүргеніміз дұрыс. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңдар.